Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алла Тағала жасаған құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Бүгінгі қозғап кететін мәселеміз, тақырыбымыз ол қазіргі кездегі көп мұсылмандардың басында болған нәрсе жүректің қаттылығы. Арабша бұны қасуатул құлуб деп атайды. Байқайсыздар ма? Қазіргі кезде көп мұсылмандарда бұның орны білінеді. Ғалымдарымыз жүректің қаттылығының белгілері бар дейді. Егер сіз намаз оқысаңыз, намазыңызды сезіне алмасаңыз, Құран естігенде жыламасаңыз, садақа бергенде қиналсаңыз, Алланы еске түсіретін кезде ойыңызға әр нәрсе келетін болса, бұл жүрегіңіздің қатайғанның белгісі болады дейді. Мұсылмандардың бір-бірінің арасында рахымда, бір-біріне деген мейірімде кетіп қалды, байқайсыздар ма? Бұл өмірге түнеріп қараймыз. Бір-бірімізге ала көздеп қараймыз. Бір-бірімізге үзір емес, кемшілік іздеп қараймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: бір мұсылман екінші мұсылман бауырына жымиып қараса садақа дейді. Тіпті сол қалтаңыздан ақша емес, екінші бір мұсылманды көргенде мынау екі езуіңізді жоғары көтеруді де білмейміз. Сол садақаны да жасамаймыз. Біз айтамыз ғой, әрбір мұсылман адам сахабалардан үлгі алу керек. Құран-ы Кәримде Алла Тағала қалай суреттейді оларды? Рухамау байнахум, ашиддау алал куффари рухамау байнахум дейді. Кәпірлерге, дін дұшпандарына қатты және бір-бірлеріне аса мейірімді дейді. Бір-бірлеріне мейірімді дейді бауырлар. Бұл сахабалардың суреттелуі Құрандағы. Біздің арамызда мейірім кетіп бара жатыр. Бұл жүректің қаттылығының белгісі. Ал жүрегі қатты болған адамдарды Құран-ы Кәримде астағфирулла, Алла Тағала жақсы суреттемейді. Алладан ұзақ болған адамдарды Алла Тағала суреттей келе, бәлки олардың жүрегіне дақ орналасқан деп суреттейді. Немесе екі жүзділіктің белгісі бар адамдарды суреттегенде олардың көздері соқыр, жүрегінде құлып бар деп суреттейді. Жүректің қаттылығы қайда апаратынын меңзеп тұрғанын білетін шығарсыздар. Жүрегі қатты болған адам дінінде тұрақсыздыққа барады, екі жүзділікке бара бастайды. Бір ғалым айтады: Алладан ұзақтау жүректі қатайтады. Жүрегі қатайған адам жәннаттан, Алладан ұзақ болады. Оның баратын жері қиын қыстау, ауыртпашылығы көп жерлер дейді. Расында да қазіргі мұсылмандардың көпшілігінде оқыған намазының дәмі жоқ. Намаз оқиды, бірақ әйтеуір жатып тұрады. Ораза тұтады, аш жүреді. Құран оқиды, не Құран естеді, бірақ жыламайды. Бір қалыпта отырады. Құран-ы Кәримде Алла Тағала айтады: «Ватилкал амсалу надрибуха линнаси лааллахум ятафаккарун» дей келе, осындай мысалдарды біз адамдар ойлану үшін айтамыз дейді. Қандай мысал дегенде Алла Тағала Құранда айтады: «Лау анзална аля», егер біз осы Құранды алал жабал, тауға түсіретін болсақ,
Құранды тауға түсіретін болсақ дейді. Тау осы Құранның ауыртпашылығынан быт-шыт болып талқандалып кететін еді дейді. Бірақ бұл мысалдарды біз адамға айтамыз дейді. Яғни адамның жүрегі бұны көтеріп жүре береді. Сонда кейбіріміздің жүрегіміздің қаттылығы сонша, тау езіліп кететін Құран оқылып тұрса да, жүрек жыламайды. Бір қалыпты болады. Ешқандай да тіпті жүрегіне сезімде келмейді. Бұл адамның бейғамдығынан болады. Не себеп болады екен жүрек қатаюға? Және оны қалай емдейді екенбіз? Әлбетте әрбір себепті айтып кетсек, ғалымдарымыз кітаптарда 20-ға шейін себеп жазады. 20-ға шейін себеп. Бірақ бұның барлығын айтып, әрқайсысына ем айтпаймыз. Маңыздыларына тоқталайық. Бір-біріне жиналады сол арқылы. Ең себептердің маңыздысы Алланың зікірін ұмыту. Алланы естен шығару. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамның тілі құрғақ болмайды дейді. Дұрыс па? Тіліңіз әрдайым суланып тұрады. Ендеше тілің зікірменен суланып тұрсын дейді. Яғни адамның тілі Алла деген сөзден бос болмау керек. Бір кездерде бір кісілер айтатын, менің көзім әр жаққа қарай жүгіре береді дейді. Әсіресе жаз уақытында да, өзім бойдақпын. Қыз келіншектер өтеді, соларға көзімді қалай тыйсам екен дейді. Білесіз ба? Оның тыюдың бір жолы бар. Жолдары көп қой, соның бір жолы бар. Көрген кезде Алланы зікір ет дейміз. Зікір айт. Иә, Субханалла дейсіз ба? Альхамдулилля дейсіз ба? Ла иляха иллалла дейсіз ба? Қандай да болса да тоқтамай зікір айтыңыз. Білесіз ба? Нағыз мұсылман адам аузында Алланы айтып тұрып, күнәға қарап тұра алмайды. Аяқ астынан көзіңіз төмен түседі, өзінен өзі. Жүрегіңізге қорқыныш келеді. Менің тілім не деп тұр, көзім қайда қарап тұр дейсіз. Өзінен өзі келеді. Мана жерде төмен қарай ұяла бастайсыз. Бұл сөз қайдан келді бұл мысал? Бұл Жүсіп алейхиссаламның жасаған амалы еді. Құранда айтады, Жүсіп алейхиссалам бір әйелмен жалғыз қалған кезінде, әлгі әйел сұлу, бай әйел, есікті жабады. Сөйтіп кел құшағыма деген кезінде Жүсіпті бір нәрсе тоқтатады. Білесіз ба не нәрсе екенін? Әлгі әйел зина жасамастан бұрын ілініп тұрған бұтқа барып, сол бұтты бір матамен жауып қояды. Сонда сұрайды Жүсіп, неге жаптың дегенде, мына Құдайдан ұялып жатырмын дейді. Мен күнә жасайын деп тұрмын, мына Құдайдан ұяламын дейді. Сонда Жүсіптің жүрегіне келеді. Тастан жасалған бұттан қорқады адамдар. Тас ол, ешқандай пайдасы жоқ. Пайда да, зиян да бере алмайтын қарапайым мүсін. Содан қорқып, соның бетін жауып тұрған кезінде, өмір бақи Құдай деп келе жатырмын. Бүкіл мені жоқтан бар қылған, бүкілімді жаратқан, жақсылық жамандықты беретін, менің қайда болсам да көретін Алладан мен неге қорқпаймын деп сезім келеді. Сөйтіп сол жерде тоқтайды. Білесіз ба? Күнәға барудан сізді бізді тоқтататын нәрсе Алланың зікірі болады. Құранда айтады, таңнан кешке шейін зікір етіңдер дейді. Таңнан кешке шейін. Бірақ қазіргі көп мұсылмандарда бұл әдетті көрмейміз. Аялдамада автобус күтіп тұрасыз. Күтіп
тұрғанда не істейсіз, айтыңызшы. Күтіп тұрған мұсылмандарды қараңыз, басқа азаматтарды қоя салыңыз. Не істейді, айтыңыздаршы. Телефон шұқиды. Иә, телефон шұқиды. Алланы еске түсірудің орнына болмағыр нәрсеге кетеді. Ол жерде оның бір өмірлік, дүниелік пайдасын көріп тұрған, мен түсінем. Бір маңызды шаруаны шұқып тұрса, түсінем да, енді бір маңызды, енді соны көрмесе болмайды деп тұрса, оны түсінем. Жоқ, ол өйтпейді. Бекерге тұрмын ғой дейді, анаған хат жазады, мынаған сөйлейді, суретке түсіреді, сурет шұқиды, видео көреді. Оның мақсаты уақытты өлтіру. Уақытты өлтіру. Бірақ сол уақыттың, өлген уақыттың жауабы бар екенін білмейді. Біледі, сезінбейді. Алланың зікірінен ұзақтайды. Егер сол жерде дүниеден өтіп кетсе не болады ол адам? Ойладым екен. Сол сәтте, Құдай сақтасын. Бірақ Алланың жазмышы көп қой. Ләху. Яғни бекершілікпенен дүниеден өтеді адам. Бекершілікпенен. Алланың зікірінен ұзақтау мұсылманның жүрегін қатайтады, бауырлар. Алланы көп еске түсіріңіз, көп айтыңыз. Уақыт тапқан сайын айта беріңіз. Уақыт тапқан сайын айта беріңіз. Екінші себеп бұл күнә. Күнәнің көптігі. Күнә амалдан қазіргі көп мұсылмандар көзін де тыймайды, тілін де тыймайды. Басқа күнәға бармағанның өзінде. Қараңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір кісі сұрайды: "Я Расулалла, жолдың ақысы бар ма?" дегенде, "Иә" дейді. Жолдың ақысы қандай деген кезінде, көзіңді төмен салып тұру дейді. Және өткен кеткенге танымасаң да сәлем беру дейді. Бізде екеуі де жоқ. Бізде екеуі де жоқ. Көзімізді төмен самаймыз. Адамдардың айыбын көріп тұрамыз. Анандай киіп апты. Мынаның мына жері жыртық екен. Ана жері ашылып қалған екен. Қарап тұрмаймыз. Көзімізбенен әр нәрсені шұқып тұрамыз. Білесіз ба? Әр нәрсені өзінің орнында қолданбаса, оның да жауабы бар екенін. Тіл дейміз. Кеше фитна мәселесін қозғадық. Ол жерде көп мәселелер айтылып та кеткен шығар. Естеріңізде болса, тілімізді тыймаймыз. Өзіміз сол мәселені түсінбейміз, сол жерде болмадық. Немесе сол адамның сол жерде қалай келтіріп тұрғанын білмейміз. Бірден тілге жүгінеміз. Мен болғанда деп шығамыз. Сол жерде мен болғанда мен былай дейтін едім. Мен былай істейді. Сіз болғанда қалай болатынын бір Құдай біледі. Сіз о жерде болған жоқсыз. Мүмкін сіз ондай істей алмай да қалар едіңіз. Өйткені сиыры жоғалмағанның бәрі ақылды деген қазақта сөз бар. Сиыры жоғалмағаннан кейін ақылшылар келеді. Қораны жауып қоймайсың ба есігін? Ол жабық тұрған. Негіз. Ол сен дұрыс жаппағансың сен. Немесе ана көршіңе үйтпейсің ба? Мына жерге бүйтпейсің. Ақылшылар ғой. Өйткені оның сиыры жоғалмаған да. Ал сиыры жоғалып қалса, сол жерде басын қасып тұратын еді ол. Түсінесіз ба? Тас түскен жеріне ауыр дейді. Бұны Қазекең бекер айтпайды. Өзге адамды сынама деген мағынаны береді бұл. Өйткені тас бір жерге түседі, сол жерді ояды, қалған жерге дүк еткен даусы жетсе де. Яғни біреудің басына бір іс түссе, сіз ол жердің ауыртпашылығын, қиыншылығын сезбей тұрып, айтуыңызға ақыңыз жоқ. Мұсылман екінші мұсылманнан үзір іздейді сол үшін. Күнә дейміз. Күнәдан тыйылу қалай болады? Білесіз ба? Бір күнә іс көрсең, пайғамбарымыз айтады, оны қолмен қайтар дейді.
Шамаң жетпесе тілмен қайтар, шамаң жетпесе жүрекпен қайтар дейді. Және біл, бұдан кейін иманның орны болмайды дейді. Білесіз ба? Көп мұсылмандар қолымен жасап қояды күнәні. Тілімен де жасап қояды. Бірақ кейде соған жүрегі риза болатынын қайтесіз. Сіз не жасасаңыз да, бауырлар, жүрек бұл иман мына жүректің ішінде болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бекер айтпайды, адамда бір тістем ет бар, сол бұзылса адам бұзылады, түзелсе түзеледі, ол мына жерде деп жүрегін соғып көрсеткен. Мына жер түзелмей, адам түзелмейді деген. Ол жерді түзеу үшін бірінші орында күнәға риза болмау керек, бауырлар. Мұсылман адам жүрегінде күнә іске деген қарсылық, күнә іске деген ол кісінің жаман сезімі, риза еместігі тұру керек, содан айрылмау керек. Бұл үлкен екінші нүкте. Егер қашан сіздің жүрегіңізден күнәға деген ризашылық кете бастаса, онда сіздің жүрегіңіз қатаяды деген сөз. Оған хадис дәлел, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бір адам күнә жасаса, Алла тағала ол кісінің жүрегіне дақ қояды дейді. Дақ қояды дейді. Егер ол сол жерде күнәсінен кешірім сұраса, сол дақ кетеді дейді. Ал егер ол күнәсінен кешірім сұрамаса, сол дақ сол күйінде қалады дейді. Сосын сөзін басқа жерде жалғастырып айтады пайғамбарымыз. Осылайша ол кісі күнә жасай берген арқылы ол кісінің жүрегіне дақ түсе береді дейді. Мен оны айнаға мысал қылып теңеп айтқым келеді, бауырлар. Мына бет қарайтын айна бар ғой, жүзіңізді қарайтын. Жалтырап тұрады, сүртсеңіз әдемі болып. Енді соған алақаныңызды бір бармағыңызды басыңызшы, дақ түсе ма? Дақ түседі. Онша білінбейді, бірақ көруге болады адам түрін, дұрыс па? Еш нәрсе қылмайды, бола береді. Яғни бір күнәні адам кейде осылай сезбейді. Бірақ егер солай баса берсеңіз, не болады анау айна? Адам тіпті түрін көре алмайтын дәрежеде өзгертіп жібереді. Бәрекелді. Адамның жүрегі де осылай өзгереді. Анау күнә басыла бергеннен жүрек өзінің тазалығын құртады. Пайғамбарымыз сөзінде айтады. Сол дақ басыла бергеннен адамның жүрегі қап-қара күйі қазандай болып кетеді дейді. Мыс қазанды жуып алып келіп қойыңызшы, жылтырап тұрады. Түріңізді қарасаңыз, шашыңызды қайыратындай жылтырап тұрады. Бірақ астына от жақсаңыз, күйе жұғады. Дұрыс па? Енді сол күйені уақытылы жуып тазартып отырмасаңыз, әлгі қазанды күйе қона берсін десеңіз, бетіне 5 елік күйе қонады. Сөйтеді де анау мыс па, жоқ қарапайым темір ма не екенін ажырата алмайтын дәрежеде қап-қара қазан болады, дұрыс па? Пайғамбарымыз сөзін жалғап айтады. Ақыры осы барғаннан ол кісі адал мен арамды да, күнә мен күнә еместі де ажырата алмай қалады дейді. Яғни арамға да, адалға да бірдей қарайтын болып қалады. Жүрегі қатайды деген осыны білдіреді. Сол үшін кейбір мұсылмандардың алдында күнә жасалса, бірінші кездерде ұят сезініп жүрсе, соңынан ол оған қарапайым сезімде көрінеді. Мысалы, пайғамбарымыз намазды суға теңейді. Бір адамның есігінің алдынан дейді дария ағып жатса, сол дарияға бір адам күніне 5 рет түсе берсе, ол адамның денесінде кір қала ма дейді. Дұрыс қой, біздің Қазекең айтар, мынау балық болып кеткен шығар дейсіз. Дұрыс па? Мысалы, есігіңіздің алдынан дария ағып жатса, 5 уақыт суға шомыла беріңізші, суға жүзе беріңізші. Мынау балық қой дейді ғой, рас қой, бір рет түссең жетеді ғой күніне. Бірақ ол адам 5 рет түседі да суға. Пайғамбарымыздың мысалын қараңызшы, бұл кісі де осы дала қазағы сияқты даланың адамы ғой, негізі далада өскен адам. Сол кісі де кір қала ма десе, жоқ я Расул, әлбетте қалмайды ол кісі де дейді. Бәрекелді, ендеше 5 уақыт намаз оқыған адамда да күнәсін осылай жуып отырады дейді. Алла тағала. Сондықтан бауырлар,
күнәға риза болмау бұл өте маңызды нәрсе. Оны ұмытпауымыз керек. Ол риза еместігіңізді міндетті түрде түріңіздің қаталдығымен байқатасыз. Ол өзіңізге ол солай. Ал өзге бауырыңыз сондай күнәға батып атса, оған да риза еместігіңізді білдіру керек, бірақ маңдайыңызды тырыстырған күйінде қаттылық емес. Бірақ риза еместігіңізді білдіруіңіз керек. Яғни сізді мұсылманды әрдайым маңдай тырысқан күйінде көру керек емес адамдар. Бірақ оның күнә жасап жатқан кезінде маңдайыңыздың тырысатынын байқау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы айтылып жатқан кезінде мынадай сөз бар. Пайғамбарымыз ешқашан өзінің нәпсісі үшін ашуланған емес дейді. Өзінің нәпсісі үшін ашуланған емес дейді. Қатты, ол кісі де адам ғой. Ашуланған емес деген сөз ол кісі мүлде ондай нәрсесі жоқ демейді. Ашуланса да ол кісі оны жұтып жіберетін. Оған мысал бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Таиф соғысында кетіп бара жатса, бір араб кісі жүгіріп барып пайғамбардың иығынан тартады ғой кәдімгідей. Ол тартқандығы сонша дейді, жандағы сахабалар айтады. Мынау енді үстіне тон киіп алған, сол тонның жағасы мойнына із қалдырғанша тартты дейді. Қызартып. Пайғамбардың қадірін білмеген адам ғой. Тартып, ей Мұхаммед, тоқта, тоқта, жұртқа берген малды маған да берсейші деп мал сұрап тұр дейді да пайғамбардан. Сонда пайғамбарымыз оған жымиып қарап, жігіттер, мынау кісіге өзінің үлесін бөліп беріңдер деп жымиып күлді дейді. Егер біздің қазіргі жігіттердің біреуінің иығынан біреу сөйтіп тартса, анау кісі тұмсығынан жейтін еді да, сол жерде. Ей, пәленше болсаң өзіңе деп дікете қалатын еді немесе да? Рас қой, бірақ пайғамбарымызда ондай мінез болған емес. Жандағыларға мейірімді болған. Мейірімді болғаны сонша дейді. Пайғамбарымызбен бір көріп қалған сахаба бірден ойлайды екен. Мынау Расулулла саллаллаху алейхи вассалам ең жақсы көретін адам мен шығармын дейді екен. Сондай дәрежеде ойлап қалады екен да. Өйткені пайғамбарымыз жанына мейірім шашып отырған. Бауырлар, пайғамбардан өнеге алмасақ, кімнен өнеге аламыз, айтыңыздаршы. Бұл өмірде одан үлкен адам баласы бар ма өнеге алатын? Ондай болса, бұл мінезді біз жандандыруымыз керек. Пайғамбарымыздың осы мінезін жандандырып өзіңізде пайда қылу керек. Жұртқа түсіндіріп, осыны насихаттау керек. Бұның өзі пайғамбардың ұмытылған сүннетін жандандыру болады. Ал пайғамбарымыз не дейді? Қияметке жақын бір адамдар өмір сүреді. Олар дүниеден өткеннен кейін оларды періштелер пайғамбарды қабылдағандай қылып қабылдап алады дейді. Сонда сұрайды, неге я Расулалла дегенде, өйткені пайғамбарлардың ұмытылып кеткен сүннетін олар жандандырады дейді. Ұмытылып кеткен сүннет амалын халыққа насихаттап жандандырғаннан кейін сол сүннет амалды жасаған сияқты болып пайғамбар ретінде қарсы алынады дейді қияметте. Пайғамбарымыз өзге мұсылмандарға жымиып қараған. Пайғамбарымыз өзге мұсылмандарға жұмсақ болған. Өзге адамның айыбын көрген кезінде пайғамбарымыздың көзі соқыр, құлағы естімейтін керең болатын болған. Бір адам тайып құла бір жер ашылса, пайғамбарымыз үндемейтін. Бірақ білесіз ба, мысалы, сол сөздердің бір мысалы, Хузайфа ибн Яман деген бір арық келген сахаба болды. Бір күні әлгі кісі атқа мініп жатыр екен. Сөйтсе енді атқа мініп жатқанда шапаны көтеріледі ғой, шапаны көтеріліп балтыры көрініпті. Балтыры шидей екен да, ет жоқ. Сөйтсе жігіттер ғой енді әзілдеп жатыр дейді. Ай, ана балтырды қарасайшы, менің білегімдей ақ деп күліп жатыр дейді да. Сөйтсе пайғамбарымыз айтады дейді. Жігіттер, анау шидей балтыр Алланың таразысында Ухуд тауынан да ауыр деп айтады дейді. Қарасаңызшы, өзінің сахабаларын соншалықты қадірлеген, соншалықты жақсы көрген, олардың табанының өзін соншалықты қадірлеген. Мысалы, сахабалар таласады дейді, бір жұмысқа келгенде. Мен ананы істеймін, мен мынаны істеймін деп сол жерге, мен от жағайын, мен үйтейін, мен тамақ пісірейін деп сөйтіп таласып жатқанда,
пайғамбарымыз ең ауыр жұмысты бірінші алып алады дейді. Онда мен барып отын жарып келейін деп айтады дейді. Пайғамбарымыздан дейді сахабалар айтады. Бір іс жасап атқанда ауыр іс жағынан озып кете алмайтынбыз дейді. Қай жағында бір қиын ауыр іс болады, сол жерде бірінші орында пайғамбар тұрады дейді. Бірінші орында сол кісі тұрады дейді. Бір ауыр үлкен тас болса, мысалы, оған бір мысал, пайғамбарымыз ор қазып жатады, дұшпаннан қорғанайын деп. Сонда сол қазып жатқан азаматтар үлкен бір тасқа жолығып, еш қайсысы сол тасты ала алмайды. Сонда пайғамбарымыз келіп маған бер дейді. Сөйтіп қолындағы балғасын алып, ышқынып, керіліп тұрып бір соғады. Сөйтіп айтады: мұсылмандар қуаныңдар, Алла тағала емен жерін бізге азат етеді екен дейді. Ышқынып тұрып тағы бір соғады: ей мұсылмандар қуаныңдар, Алла тағала бізге Ирақ жерін береді екен дейді. Ышқынып тұрып бір соғады: Алла тағала бізге осы жерде де жеңіс береді екен дегенде, анау тас қақ айырылады ғой. Бұл кісінің соққыларының өзі сондай мықты соққылар болғанын жандағы сахабалар білетін. Пайғамбарымыз жай ғана бір бос адам емес еді. Қараңыз, бұның барлығы, бауырлар, осы жүректің қатайғаны туралы сөз кетіп жатыр. Жүрегіңіз жұмсарса екен деген мақсатта, пайғамбарға деген махаббатыңыз оянса екен, сағынышыңыз қайта оянса екен деген мақсатта айтып жатқан әңгімелер ғой. Тақырыбымызға оралсақ, осы күнә мәселесінің жанында мұбах амалдарды қоспай кетуге болмайтын шығар. Алла тағала рұқсат етілген амалдар бар, мұбах амалдар, рұқсат етілген. Бірақ біздің мұсылмандардың жігіттері, қыздарының көпшілігі харамнан тыйылдым деген сөзі болмаса, енді мұбах амалдарға қатты көп кіріп кетіп жатады. Мұбах амал дегеніміз дүниеге де, ақыретке де пайдасы қатты болмаған, бірақ рұқсат етілген істер. Мысалы, ұйықтау. Ұйқыңыз келмей тұр, бірақ ұйықтай салады біреулер. Қарны ашпай тұр, тамақ жей салады. Ермекке уақыт өткізу керек та. Бұл нәрсе дұрыс емес, бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жандағы сахабалардан әсем сөз бар. Біз Алладан қорқамыз, дозақтан қашамыз деп, 10 халалдың 9-ын өзімізге харам ететін едік дейді. Яғни тіпті халал істерден де қашатын едік дейді да. Соған харамға қарай кіріп кетпесек, күмәнға қарай кіріп кетпесек деген тақуалық үшін дейді. Сонан соң тағы бір мәселе, бауырлар, қазіргі мұсылмандардың арасында қатты белең алып бара жатқан мәселе, ол жоғарыда айтқанымыздай бір-бірімізге мейірімнің кетуі. Ендеше ислами мінез құлықтың жоғалып бара жатқаны десек болар еді бұны. Пайғамбарымыздың мінезі туралы айттық қой. Сол мінез біздің арамызда жоқ, бауырлар. Біздің табиғатымызға сыймай бара жатыр сол мінез. Пайғамбардың мінезі біздің табиғатымызда болмаса, біз қалай мен пайғамбардың үмбетіміз деп айта аламыз? Айтыңызшы, бауырлар. Егер сізден сол пайғамбардың мінезі көрілмесе, қалай сіз мен пайғамбарды сүйем дейсіз? Қалай сіз мен пайғамбарды сағынам дейсіз, егер сол мінез көрінбесе сізден? Мен түсінем жастарды. Енді біздің кезімізде ғой, ол өліп қалды. Майкл Джексонды жақсы көретін. Сөйтіп Майкл Джексон сияқты киініп жүретін. Оны түсінетін біз бәріміз. Мынау Майкл Джексонды жақсы көреді дейді. Біліп тұрмыз да? Соның қимылдарын жасайды, соның музыкасын жанында жүреді. Түсінесіз, мынау кісіден үлгі алып жүр, сол кісінің соңынан жүргісі келіп тұр дейді. Сіз ше, бауырлар, кімнен үлгі аласыз? Кімнің соңынан ергіңіз келеді, айтыңызшы? Бірінші орында пайғамбарымыз шығар. Ондай болса, неге сізден пайғамбарымыздың жасаған амалдары, мінездерінің жұрнағы көрінбейді? Неге сіз соныменен өмір сүрмейсіз? Мысалы, әншілер, жұлдыздарымыз көп, жастарымыз солардың әндерін тыңдап жүреді. Көрсеңіз,
Бірден түсінесіз, ана пәленшені көп естетін адам ғой деп, соның әуенін ызыңдап, соған бір құштар болып жүреді. Бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін махаббатпен оқуды біз қойып кеткен сияқтымыз ғой. Қараңыз, студент болған шығарсыздар көпшілігіңіз, әлі студент шығарсыздар, әскерде болған шығарсыздар. Үйден хат келсе қалай оқисыз? Енді біздің заманда хат келетін, енді қазіргілер оңай хат жазылмайтын шығар, телефонмен соға салады ғой. Телефон жоқ жерде хат келсе ше, қалай оқисыз? Сағынып оқисыз. Бір оқып бітірмейсіз, оны оқып тастағаннан кейін, біраз уақыттан кейін тағы оқисыз. Оқып жүресіз да, қызығып. Пайғамбарымызды сағынсаңыз, неге оның сөздерін оқып жүрмейсіз солай? Неге сол пайғамбарымыздың хадистерін жаттап жүрмейсіз? Неге айтып жүрмейсіз? Неге көрінбейді сол нәрселер? Үйге кіріп келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген, былай деген, былай істеген деп тұрса, сізден жұрт түсінетін еді. Мынау кісі пайғамбарға ғашық адам, пайғамбарымызды жақсы көретін адам, Мұхаммед, Мұхаммед деп тұра береді, ол қайда жүрсе де соны айтып жүреді деп айтатын еді. Бірақ біз содан ұзап кеттік, бауырлар. Мінез құлқымыз да, жүріс тұрысымыз да пайғамбарымыз алып келген хидаяттан ұзап бара жатыр. Ұзап бара жатыр. Сол себептердің бірі дүние. Иә, дүние. Қазақта сөз бар дейді біреу. Ораза, намаз тоқтықта деп бір кісі ақыл айтады. Егер қарның тоқ болмаса, сәлде қалар боқтықта дейді. Қарның тоқ болмаса, намазды не қыласын оқып дейді. Біреу айтады. Әй, нан үлкен ба, Құран үлкен ба? Қарның ашып тұрса, Құранды аяғыңа басып, нанды ал дейді. Бұл сөздерде ақиқат жоқ деп те айтуға болмайды. Бірақ бұл сөздердің орны бөлек. Пайғамбарымыз, иә, дүниені мүлде іздемеңдер, дүниеден безініңдер деген емес. Тіпті пайғамбарымыздың сөзі бар. Егер тамақ келген кезде намаз уақыты кеп тұрса, бірінші тамақ жеп ал, сосын намаз оқисың дейді. Иә, дұрыс. Тамақты, суды бірінші қояды. Бірақ аса өмірдің мәні деп түсіну бұл ағаттық болады. Түсінесіз ба? Біреулер өмірді тамақ жеу үшін өмір сүріп кетті ғой, түсінесіз ба? Егер қазіргілерден өмірдегі мақсатың, өмірдегі бара жатқан жолың не десе, машина алу, үй салу, қатын алу деп айтады. Бұлар қысқа нәрселер ғой, түсінесіз ба? Болып қояды, оған жетіп аласыз. Соған жетіп алғаннан кейін адамның өмірінен мән кетеді. Машина алу дейді да, машина алу деп бастайды сосын. Қымбаттау алса, әдемілеу машина алу деп қосады сосын. Әдемілеуін алса, сәнділеу деген тағы қосылады сосын. Осылай кете береді. Оның соңы жоқ. Білесіз ба? Бұл адамға мақсат, өмір сүрудің мәні болуы керек емес. Егер дәл солай мән қылып өміріңізге мақсат қойсаңыз, сіздің қойдан айырмашылығыңыз жоқ болады онда. Қойдан айырмашылығыңыз жоқ сіздің. Өйткені қой не үшін өмір сүреді? Егер енді қарапайым адамның тарапынан ойлансаңыз, қойдың өмірдегі бүкіл мәні қорам болса төбемде, ұрғашы болса, еркек болса, ұрғашы болса, уақытыменен, ішетін суым, жейтін шөбім болса, жанымда төлім болса, болды дейді. Қазіргі адамның да ойы солда. Төбемде қорам болса деп үй салады, ішетін жейтін тамағым, жем шөбім болса деп оны іздейді, төлім болса деп баласын іздейді, әйелім болса деп, немесе әйел адам күйеуім болса деп теңін іздейді. Сөйтеді, өмірдің мәні сол деп түсінеді. Егер өмірдің мәні сол болса, онда адам деген атының керек жоқ айтылуы. Онда ол қуыс кеуде біреу болады.
адамдық деген ол емес. Адамдық деген ол емес. Ол өмір сүрудің себепкерлері, себеп нәрсе. Онсыз болмайды өмір сүруге. Иә, дүние табу керек, киім кию керек, әйелді болу керек, әйел адам өзіне жар табу керек, бала табу керек дегендей. Қазақта бекер айтпайды ғой, мысалы. Жаңағыдай өмірдің бар қызығы бала деген деп. Иә, өмірдің қызығы ол. Бірақ өмірдің мәні емес. Мәні емес. Мән мақсаты емес. Ол үшін өміріңізді зая қылу, зая қылу ысырапшылық болады. Сіз жинаған тергеніңіздің бәрін соған бересіз. Пайғамбарымыз не деп айтады? Адам баласы өлген кезінде дейді, жанында 3 серігі болады, соның 2-і сатып кетеді, 1-і ғана қалады дейді. Бірінші серігі ол мал дүниесі дейді. Сол мал дүниеде өліп талып соғысты, қан төкті керек болса, көз жасын төкті, тер төкті, жүгірді. Бірақ көзі жұмыла салысыменен дүние ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеді. Бірінші сатып кететін нәрсе сіздің дүние. Сіз сол дүние үшін деп сонша тер төгіп, соның артынан құл боп жүгірсеңізде, доллардың құлдары көп қой қазір. Құл боп жүгірсеңізде ол сізді сатып кетеді. Ол сізді қашанда сатады. Сіз құл болған сайын ол сізді құл етеді. Бірақ сізге ешқашан адалдық жасамайды. Екінші, ол ағайын туыс, дос жарандар дейді. Иә, мүмкін бір дос айтатын шығар, мен досым үшін өлемін деп. Сол адамның досы өліп қалғаннан кейін қабіріне барып жатып атқанын көрмедім мен ондай жігіттерді. Сол үшін бауырлар, ол дос жарандар жақсы ғой, бұл өмірде серік болады. Ары кетсе, сізді өлгеннен кейін жылап сықтап ұмытпай жүрер, сізді еске түсіріп тұрар, бірақ одан ары қарай емес. Қабірге бір өзіңізді апарып тастайды. Бір өзіңізді қояды да, ал бауырым жатқан жерің жайлы болсын, топырағың торқа болсын дейді, кетеді, болды. Міне достық деген сол дейді. Сізбен бірге қабірде жату жоқ дейді. Сол үшін айтады, бірге келмек болғанмен бірге өлмек жоқ деп айтатын қазақтың әдемі сөзі осында жатыр. Сіздің біздің жанымызда не қалады сонда? Сіздің біздің жанымызда жасаған жақсы жаман амалымыз қалады екен. Осы дүниеде не жасадыңыз? Сол жаныңызға келеді. Бекер айтпайды. Қабірге кірген кезінде дейді, пайғамбарымыз айтады, сауал жауапқа келген періште кірсе, намазы оң жағынан, оразасы сол жағынан, садақасы жан жағынан келіп, әлгі 2 періштені кіргізбейді дейді. Сен бұл кісіні қинауға ақың жоқ деп. Содан әлгі 2 періште Аллаға жалбарынады. Я Аллахым, сен маған бұйрық бердің мына кісіге сауал жауап қыл деп. Мен сауал жауап қыл алмай тұрмын, не істеймін дегенде, көркем суретпен келіп ризашылығын сұра дейді. Риза болса, сауал жауабын алып кет дейді. Қарасаңшы. Сол үшін намаз оқып, тақуа болған адам туралы айтылғанда бекер айтпайды. Омар халифа туралы сахабалар айтады, жандағы достар айтқан. Жұрттарды өлген кезінде жаңалдегі мүнкар нәкір келіп, екеуі, ей, Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім деп сұрап жатса, Омарға ол екеуі кірген кезінде басын иіп кіреді. Омар ол екеуін отырғызып қойып, ей, діндерің не шығар деп күледі екен дейді. Неге? Өйткені ол кісінің тақуалығынан да, ол кісінің сондай дінге деген махаббатынан солай сұрайды. Ал бір сахаба айтады, Бәкір әл-Музани деген кісі айтады, сахабалар туралы. Әбу Бәкір ешкімнен намаз, ораза жағынан озып кеткен жоқ дейді. Жұрт қатары намаз оқитын, жұрт қатары ораза тұтатын, бірақ ол жүрегінің ішіндегі затпенен озып кетті дейді. Мынау иманменен озып кетті. Иманы бұл кісінің жоғарылығы сонша. Омар, мен деген Омардың өзі басын етін. Бекер емес қой, білесіз ол туралы. Мен Әбу Бәкірмен жақсылықты таласып жүретін едім.
бір күні пайғамбарымыз кім жаназа оқыды десе, мен деді. Кім ауырған адамды зиярат қылып келді деді, мен деді. Кім садақа берді деді, мен дейді. Біз әлі таң намазын оқып отырмыз дейді. Сол кісі соның бәрін үлгеріп келіп отыр дейді. Сонда барып түсіндім дейді. Біз Әбу Бәкірге жету қайда деп айттым дейді. Расында да Әбу Бәкір өзі жасап, көп істі жалаңаяқ жүріп, өзі істеп жүрген сайын жанында Омар жүріп айтатын, Әбу Бәкір, көп істерді өзің жасамай бізге бұйрық берші, өйткені өзіңнен келетін адамды қинап қоясың дейтін. Себебі Әбу Бәкір өлсе, жұрт айтады ғой сосын, ей Омар, Әбу Бәкір өзі істейтін, сен неге бұйрық бердің дейді ғой. Сол үшін айтатын Әбу Бәкірге, Әбу Бәкір, түсінем, Аллаға деген иманыңды, тақуалығыңды, сен бірақ басқа мұсылман бауырлар өзіңнен кейінгілерге де рақым қылсай, өзің істеп жүгіре бермеші дейтін, бізге бұйрық берсей дейтін. Яғни бұл кісілер, осы сахабалар, өзінің қайырлы амалдарына соншалықты мықты болғандығынан өзгеге қызғанатын. Білесіздер, Омар бір күні бір кедей бала шағасы көп бір әйелді көріп қалады. Бала шағасына беретін тамақ жоқ, құр қазанды қайнатып тұрғанын көреді. Сөйтіп кіріп келіп, халифаға, Омарға айтпайсың ба дегенде, Омар дегенің кім, ол өзімен өзі ғой, мен өзіммен өзім, менің жағдайымды ол кісілер сұрамайтын шығар дейді. Бірақ ол Омар ғой, Омарға ауырлық деді ол. Неге сен айтсайшы десе, оған жете алмайтын шығармыз, кіре алмайтын шығармыз дейді. Бұл ауырлық дегеннен Омар айтады, мен қазір келем, сен осы жерде тұр, ана балаларыңды ұйықтатпа дейді, тоқтай тұр. Жүгірген күйі жанына қарауылды алып, сол жердегі қазынаның есігін ашып, ішінен бір қап ұнды, майды иығына көтеріп, өзі арқалап келе жатса, жанында қарауыл жүгіріп жүр дейді. Ей, мұсылмандардың әміршісі, мұъминдардың әміршісі, берсейші біз көтерейік та, берсейші біз көтерейік та десе, сақалыңа шейін ұн болды, май болды, тер деген ағып келе жатыр, тоқтасайшы дегенде, қиямет күні менің жүгімді сен көтермейсің ғой. Қиямет күні менің жүгімді сен көтермейсің ғой. Деп қайта-қайта айтып, сен қияметте сонда сол ұнды мен көтергенмін деп, осы нәрсені де сен алып қоймақшысың ба менен деген екен. Қарасаңыз. Жақсы қайырлы амал жасаған кезінде бұл кісілер өзгеге бермей, өзі жасайтын. Жақсы амалдарда таласу деген сол, қызғанатын бір-бірінен. Жақсы амалды анау жасап қойды, мен де жасаймын деп. Бізде ғой керісінше. Бір адам бір нәрсе жасап жатса, екінші адам қолын қалтасына салып тұрады. Ананы көріп тұр, бірақ қолын қалтасына салып тұрады. Үлкен қария кісі орнынан тұрамай жатса, қарап тұра береді. Жүгіріп барып қолтығынан демеп жіберіп, ата деп аяқ киімін қой жіберу деген жоқ. Қалды олар. Бауырлар, бұның барлығы сіздің біздің жүрегіміздің қатайып бара жатқанынан. Пайғамбардың өнегесі сізден бізден кетіп бара жатыр, түсінесіз ба? Біз пайғамбарды сүйеміз, соның үмметіміз, соның соңынан ерушіміз деген сөздеріміз жалғанға айналып бара жатыр. Жалғанға айналып бара жатыр. Әшейін құр сөзге айналып бара жатыр. Бұл бізге келе жатқан қиямет, біздің басымызға төніп тұрған азап бұл, бауырлар. Мұсылман болып, мұсылманның істегенін істемесе, одан артық қайғы қасірет бар ма? Соңғы сіздің біздің тағы да аттап кетіп жатқан нүктеміз ол ғылым, білім. Ғылым, білім. Қандай қазақтың зиялысын естісеңіз де, мынау қазақтың термелерін естіңізші. Ғылым, білімнің маңыздылығын айтып кетеді. Оның ұлылығын айтып кетеді. Жастарға насихат айт десе, барлығы айтады. Ғылымға көңіл бөл, ғылымға назар сал деп. Бауырлар, қазір еліміз тыныш, жұртымыз аман.
Ауылды жерлерде жоқ бұл сабақтар. Аудандық жерлерде жоқ. Мешіттерде шетелден бітіріп, өмірін со жаққа жоқ қылып, уақытын зая қылып, құрбан қылып келген, зая демей-ақ қой, уақытын құрбандыққа тастап келген азаматтарымыз жиған тергенін сізге міне деп кітабын ұсынып, сол кітаптан сабақ берейін десе, алдында 5 адам отырады. Қалғандарына, «Ей, сабаққа бармайсың ба? Дін ғылым үйренбейсің ба?» десе, қолым темейді, ақшаны кім табады, баланы кім бағады дейді. Сіздің рызық несібеңіз маңдайыңызға жазылып қойған. Сіз одан артықты таппайсыз бәрібір. Жерді 7 қабат қып қазсаңыз да, аспанға өрлеп шықсаңыз да, одан артығын таппайсыз. Дүние дедік қой, бауырлар, дүниені іздеме демейміз. Бірақ қанағаттық деген нәрсені ұмытып кеттік. Қанағат деген нәрсе бар. Қанағат қарын тойғызады дейді. Тамақ жеуді сол үшін кейбір ғұламаларымыз дұрыс емес көрген, өзінің тойғаннан артық жеуді. Сол үшін айтатын адам баласы өзінің ішіне толтырған жамандықтың ең үлкенінің бірі ол тамақ деген. Өйткені тамаққа тойып алған адам тоқ бала аш баламен ойнамайды, тоқ бала еш нәрсені ойламайды дегені содан шыққан. Сол үшін айтады, зиялылар, үлкендер, ұлылар айтады, қарны тоқ болған елдің баласы батыр болмайды дейді. Елі тыныш болған елдің баласы жалқау болады дейді. Бұл деген сөз Құдай сақтасын, ол елімізге бір сынақ келсін демейміз. Бірақ пайғамбарымыздың сөзін ұмытпайық. Кеңшілікте Құдайды ұмытпа, таршылықта сені ұмытпайды деген сөз бар. Қазір Алла тағала кеңшілік берді. Жеңілдік берген кезінде Алланы көп еске түсіріп, көбірақ дұрыстап, хал ахуалымызды дұрыстап алсақ, кейін басымызға сынақ түскенде екі аяқта тік тұрып қарсы аламыз. Ғылым білімге қазір көпшілігіміз бет бұрмағанымыз сонша, осы жерде отырған көпшіліктің қазір арасына Құранды тарқатып жіберейікші, Құран кітабын. Сауатты оқып беретініңіз аз шығады. Ал мұсылмансың ба? Иә, онда аузыңда Алланың сөзі бар шығар, Құран бар шығар. Міне Құран кітабы деп оқып берші десе, біреулер басын қасып тұрады, мен арабша білмеймін деп. Сонда Раббыңның сөзін білмесең, оған зейін қоймасаң, онда неге мен мұсылманмын деп көкірегіңді ұрасың, айтыңызшы. Неге ұрасың көкірегіңді? Мен мұсылманмын деп егер Құранға зейін қоймасаң, Алланың сөзін ашып көзіңе жас алмасаң, онда Құраннан ұзағаның ғой. Құраннан кім қашады, кім ұзайды, айтыңызшы. Шайтан қашады. Аузу билла дегенде шайтан қашады. Немесе жүрегінде иманы жоқ кәпір қашады. Құранда бекер айтылмайды. Жүрегінде иманы жоқ адамға Құран туралы сөйлесең, аспанға шығып бара жатқанда ауа тарылғандай жүрегі тарыла береді дейді. Бекер айтылмайды. Құран туралы айтып, Құранды оқып, Құранды түсіндірсе, біреудің жүрегі тарылып қысылса, түсінсін ол адам. Ол адамның иманы әлсізденіп бара жатыр. Иманы қашып бара жатқан адам ол адам. Құранды сауатты оқи алмау, бұл сіздің бетіңізге ар, бауырлар. Қатты айтты демеңіз. Бірақ егер намысыңыз болса, Құранды ашып соны оқып үйренесіз. Соған зейін қойып, соған уақытыңызды бересіз. Пайғамбарымыз айтады, Құраны жоқ мұсылман егесіз қалған үй сияқты дейді. Атқора ол. Ол жерге әр нәрсе кеп дәрет сындырып кететін егесіз үй ол. Сондықтан бауырлар, Құрансыз мұсылман атану бұл өте ар намыстың жағдайы. Көңіл бөліңіз. Құран жаттаған қариларымыз бар. Иә, бар деп айтамыз ау, бұл да біздің қазақтың даласына намыс.
Көрші Өзбекстанда 25 мың қари бар. Көрші бізден аз Қырғызстанда 5 мың қары бар. Құран жаттаған. Бізде Қазақстанда қанша қари бар? Айтыңыздаршы. 300-дей қари бар дейді. Ол 300 дегені бір бітіргені қолдарына сол 300-дің бәріне Құран беріп хатым шық десе, мұқалатындар да бар. Судырап тұрып, су болып ағып тұрған жоқ 300-ның бәрі. Бүкіл 17 миллион халыққа 300 қари. 300 қари. Мектепке қарилыққа жаттатуға баласын бермейді. Өйткені бере жатып айтады, мен балам кім болады дейді. Оның баласы міндетті түрде финансист, президент, бастық болу керек та сол жерде. Міндетті түрде. Ондай болмай ма, онда бермеймін дейді. Бірақ Құдайға шүкір, үлкен қалаларда Құраннан сауатты сабақ беретін азаматтарымыз бар. Есіктеріміз ашық. Келіңіздер. Оқып үйреніңіздер. Ғылымға көңіл бөлмеу мұсылманды адастырады. Қазір араларыңыздан тұрғызып алып, мен сұрайыншы, 40 парызды айтып бер дейінші. Мүдірмей айтатындарыңыз бар ма екен? Тоқтап тұрады. Бауырлар, 5 парызымызды толық біліп меңгере алмаймыз. Фиқ сабақтары болады. Намазды қалай оқу керектігін сабақ жүреді. Арнай уақыт бөліп келесіз, болды. Ақылы ма? Ақша алады ма сіздерден сабақ алғанда? Тегін. Тегін. Келесіз, сабақ аласыз, кетесіз. Фиқтан сабақ жүріп жатыр. Сөйтеді де ол сабаққа қатыспайды. Біреулердің көлденен келген көк атты дейді ғой, айдаладан біреу келіп ап намазды былай оқиды екен, сунна бойынша десе соған еріп кете береді. Сонда Абу Ханифа суннамен оқымайды екен намазды. Сонда Абу Ханифа бид'a екен оқыған. Сонда имамның оқыған намаз бид'a болса, онда намаздың бәрін қайтарың, бәрін оқығанның бәрі дұрыс емес қой онда. Өзінің не айтып тұрғанын білмейтін адамдар бар ғой, түсінесіз ба? Не айтып тұрғанын, өзінің сөзінің мәніне түсінбейді. Өмірде ең қымбат нәрсе намаз болса мұсылман үшін. Сенің намазың бид'ат деп көзің шұқып тұрса, не деген сөз ол? Сонда оқыған намаздың бәрі жоқ деген сөз ба? Онда неге үйейсің сол адамның артынан? Сонда имам Абу Ханифа бид'a қылыпты да. Мубтадиъ қой сол кісі. Бид'a қылған адамда. Құдай сақтасын. Имам Абу Ханифаны бид'атшы деп айтсаңыз. Өйткені сол кісі ғой намаз оқуды үйреткен. Сол кісінің жаңағы білімімен біз намаз оқимыз. Сонда ең бірінші бид'атты бастап берген кім? Абу Ханифа. Онда ол сол ең бірінші главный бид'атшы екен ғой онда. Сүннамен оқымайтын. Сондықтан бауырлар, көлденен келген, әр жерден келгенге еріп, адасып кете беру неден? Білімсіздіктен. Дария алдында ағып тұрған дарияның қадірін білмейді деген сөз осыдан шығады. Қазақта ең жаман қарғыс не дейді? Өзің білме дейді, білгеннің тілін алма дейді. Соны да ұғынбаймыз. Мешіттерде сабақ тұр, ашықтан ашық сабақ тұр. Ақида сабағы міні, фиқ сабағы міні, Құран сабағы міні де маңызды нәрселер қой. Сізге ешкім барып усулул фиқты үйреніп ал, оның ішіндегі мынандай үкім алынады, мынандай нәрсе, илмул хадис, илмул риджал деп тұрып сіздің басыңызды қатырып атқан жоқ. Сізге керекті, маңызды деген тақырыптарды қойып қойған. Міне ақида дегенден оның ішіне кіріп кетіп, бүкіл жаңалдегі алды бердісінің бәрін айтпайды. Маңыздысын сізге дәлелмен келтіріп береді. Фиқ па? Фиқ міне Абу Ханифа мазхабы бойынша, бұл кісі имам Абу Ханифаның ижтихадын жасалған. Осы ижтихад бойынша үлкен мұжтахид ғалымның айтқан сөздері міне деп, сол кісінен тура мағынадағы алынған, тура сол кісінің сөздерін мысал келтіріп, намаз оразаңызды үйретіп жатыр. Құран тәжвиді бойынша бұлай оқылады, әдеті бойынша бұлай оқылады деп сізге үйретіп атқан ғалымдар, мұғалімдер бар. Ғалым демесеңіз де мұғалім деңізші.
сол мұғалім жігіт қыздардың жанына барып білім алудан қашқан адам, ол қарғысқа ұшыраған адам. Өйткені қазақта ол адамды бекер айтпады. Ең жаман қарғыс не деді? Өзің білме, білгеннің айтқан қылма деді ма? Онда сол адам сол қарғысқа ұшыраған адам, сол сөйтіп қашады сол үшін. Ұзын сөздің тобықтай түйіні, бауырлар. Сіздің біздің жүрегіміздің қатайғанның себептері осы жерден шығады. Осы жердегі айтылған сөз жай ғана ой керемет айтылды деп үйге барып қайтадан тыныш ұйқыға барсын деп айтқым келмейді. Бәлки сіздерден, бауырлар, амал күткім келеді. Өйткені мен сіздерге иншалла аманатымды жеткіздім деп түсінемін. Ал енді осы аманатқа жауабын сіз Алланың алдында өзіңіз беріңіз. Саған осылай айтылмады ма, саған осылай деп айтылмады ма, ескертілмеді ма деп сұралатын ол енді сіздерсіздер. Мен өзімнің мойнымдағы жеткізетін нәрсемді жеткіздім, бауырлар. Жүрегіміз қатайғанын, оның себебін айтып кеттім. Оның шығатын жолдарында түсіндірдім шамам жеткенше. Егер қате кетсе, әлбетте ол менен және шайтаннан болады. Егер дұрыс тауып айтып жатсам, әлбетте бұл Алладан болады екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма аслих лана динана лати хия исмату амрина, ва аслих лана дуньяна лати фиха маашуна, ва аслих лана ахиратана лати илайха маадуна. Я Аллахым, қол жайып отырған осы мұсылман жамағатын бір ете көр, дінімізге қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер. Я Аллахым, елімізге тыныштық бер, ел басымызға, дін басымызға амандық бер. Я Аллахым, өзіңнен сұрайтынымыз, арамызда қандай да бір дерт сырқат науқас адамдар болса, соларға шипа бергейсін. Өздерінде ағайын туыстарында сондай ауыртпашылықтар болса, соларға жеңілдік бергейсін. Сен жеңіл еткен нәрсе жеңіл, ауыр еткен нәрсе ауыр болады. Я Аллахым, қол жайып отырған бүкіл баршылықтың шаңырағынан өткен, дүниеден өткен мұсылмандарды жарылғағайсың. Жатқан жерлерін жайлы етіп, жандарына жақсы амалдарын серік етіп, мойнынан өткен ауыртпашылық күнәләрін болса кешіргейсін. Я Аллахым, осы қол жайып отырған бүкіл мұсылмандардың дүниелік, ақыреттік тілектері болса, соларды қабыл еткейсін. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбиhi ва саллим.